Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз қазақ тілінің 4-ші сыныбының 93-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписация батырмасын басып жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, өздерің сабақтарыңды жасай аласыңдар балалар. Сол себепті подписация батырмасын басып, одан кейін қоңыраушыны да міндетті түрде басып кетіңдер. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құстар туралы не білемін, жіктеу есімдігі. Берілген мәтіннің мазмұны бойынша өз пікірімді білдіремін, жіктеу есімдіктерін білемін. Бірінші бізде балалар 42-ші жаттығу, мәтінді тыңда. Бүркіттің тағдыры. Бүркіт өте қауқарлы құс. Ол бүрген кезде түлкінің омыртқасын опырып жібереді. Ал адам қолға үйретіп баулыған бүркіт қасқырды да тай салмай алады. Бүркіт қоян, тиен, құр, кейде тырнаға да түседі. Су бүркіті балықты қорек етеді. Бүркіттің түрі көп. Бүркіттер тек адамнан ғана зардап шегіп келеді. 1917-1922 жылдары Америкада 15.745 бүркіт адам қолынан өлген. Осындай озбырлықтың салдарынан бүркіттердің тұқымы азая бастаған соң, қазір барлық елде бүркіттерді қорғау туралы арнаулы заң шығарылды. Біздің елімізде бүркіттерге ешқандай қастандық жасалмайды. Жыл 12 ай кітабынан дейді. Енді балалар, осы мәтінге байланысты бізде сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, бүркіттер туралы не білдің? Бүркіттерді не үшін қолға үйретеді? Бүркіттерді қорғауға қатысты өз пікіріңді білдір дейді. Енді балалар, бірінші бүркіттер туралы не білдің дейді. Бұл мәтіннен біз бүркіттің өте мықты құс екенін білдік. Оларды адамдар қолға үйретіп бағады. Бүркіттер қоян, тиен, тіпті тырналарға да түседі. Бүркіттің су бүркіті деп аталатын түрлері де бар екенін біз білдік, балалар. Енді бүркіттерді не үшін қолға үйретеді дейді. Адамдар бүркіттерді жыртқыш аңдарды аулау үшін қолға үйретеді екен, яғни жыртқыш аңдар, мысалы қасқыр деген сияқты, сол сияқты аңдарды аулау үшін қолға үйретеді екен балалар. Енді бүркіттерді қорғауға қатысты өз пікіріңді білдір дейді. Енді балалар, бүркіттер осы кезге дейін тек адамдардан зардап шегіп келеді. Барлық елде бүркіттерді қорғауға арналған заң бар. Біздің елімізде бүркіттерімізге қастандық жасалмайды. Олар бостандықтың құсы саналады. Бірақ бізге де бүркіттерге байланысты заңды күшейту керек деп ойлаймын. Келесі бізде балалар 43-ші жаттығу, кестеде берілген ақпараттарды пайдаланып бүркіт туралы мәтін құрап жаз дейді. Яғни балалар, бүркіт туралы мынандай ақпарат берілген мына кестеде, мекендейтін жері Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа, Алтай таулары, Іле Алатауы. Қай жерге ұя салады? Биік ағаштар мен зәулім жартастарға. Ұя салу науқаны наурыз, сәуір айлары. Жұмыртқа саны 1-2. Қандай құсқа жатады? Жыртқыш екен, балалар. Осындай ақпараттарды қолдана отырып, біз бүркіт туралы мәтін құрап жазуымыз керекпіз. Енді балалар, бұл жерде біз мәтіннің атын бүркіт деп аламыз, себебі бүркіт туралы біз мәтін құрастырғалы жатырмыз. Енді мәтінімізді оқиық. Бүркіт жыртқыш құс. Олар Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа, Алтай таулары мен Іле Алатауында мекендейді. Бүркіттер биік ағаштар мен зәулім жартастарға наурыз, сәуір айларында ұя салады. Олардың жұмыртқаларының саны 1-2 болады. Осындай балалар, біз мәтін құрастырып жаздық балалар. Келесі бізде балалар 44-ші жаттығу. Түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып жаңылтпашты оқы дейді. Енді балалар, бұл жерде біз түсіп қалған есімдіктер астында көк төртбұрыштың ішінде жазылып тұр, кім, мен және оны есімдіктер, яғни балалар, осы есімдіктерді орнына қойып біз жаңылтпашты оқуымыз керекпіз. Одан кейін балалар, бізге сұрау мәнінде жұмсалған есімдікті тап деп тұр. Енді балалар, осы жаңылтпашты есімдіктерді орнына қойып оқиық. Яғни бұлай болады. Қара бүркіт томағасын түсірді. Мен оны томағаламай, кім томағалайды? Осылай болады екен балалар. Енді балалар, бізге сұрау мәнінде жұмсалған есімдікті тап деп тұр. Бұл жерде балалар, сұрау мәнінде жұмсалған есімдік ол
кім деген есімдік екен, иә, яғни ол бізде сұрау мәнінде жұмсалып тұр екен, иә, сол себепті сұрау мәнінде жұмсалған есімдік болып саналады екен балалар. Келесі бізде балалар 45-ші жаттығу. Сөйлемдерге тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз дейді. Саятшылық құс салып, аң аулау өнері, мұнымен айналысатын адамды құсбегі деп атайды. Олар көбіне бүркіт, лашын, сұңқар секілді жыртқыш құстарды аңға салып баулайды, сол құстармен аң аулайды. Енді балалар, осы жерге біз үтір нүктелерін қойып, яғни тыныс белгілерін қойып, сөйлемді көшіріп жазайық, иә? Яғни бұл жерде былай болады екен балалар. Саятшылдық, құс салып, аң аулау өнері. Нүкте. Мұнымен айналысатын адамды құсбегі деп атайды. Нүкте. Олар көбіне бүркіт, лашын, сұңқар секілді жыртқыш құстарды аңға салып баулайды. Нүкте. Сол құстармен аң аулайды. Нүкте болады. Осылай балалар тиісті тыныс белгілерін қойып, дәптерімізге көшіріп жазып аламыз. Енді келесі бізде балалар 46-ші жаттығу, иә, сурет бойынша әңгіме құра дейді. Яғни балалар, бұл жерде біз не көріп тұрмыз? Бұл жерде біз қыз бала мен ұл баланы көріп тұрмыз. Олар қарлығаштарға, яғни үйдің шетіне салған ұясына қонып тұрған, яғни соның жанында жүрген қарлығаштар туралы әңгіме құрауымыз керек, иә. Сол себепті мынандай біз әңгіме құрадық. Далада салқын жел ескенімен күннің нұры жылулық шашып тұрды. Біз әпкем екеуміз атам мен әжемнің ауылына демалыста барған едік. Үйге кіріп келе жатқанда үйдің жан жағында айыр құйрықты құстар ұшып жүрді. Біз оларға ұзақ қарап тұрдық. Үйдің шетіне қарасақ, қарлығаштар ұя салып қойыпты. Қарлығаштар адамның досы дегенді енді түсінгендей болдым. Осылай балалар, мынандай әңгіме құрап жазсаңдар болады. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар қазақ тілінің жаттығуларын, математиканың есептерін бірге талдап жасайтын боламыз балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта тек қана сәттілік тілеймін.